Біздің жобамыз жылжымалы цифрлы әлеуметтік көмек көрсету орталығы. Біздер зейнеткерлерге, 45 жастан жоғары адамдарға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, жалпы көмекке зәру жандарға өзіміздің қызметімізді ұсынамыз. Біздің топтың құрамы 3 адамнан тұрады. Маусым айында жаңағы қажетті бөлінген сома бойынша қажетті құжаттарды сатып алдық та, шілде айынан бастап өзіміздің жаңа оқыту жұмыстарымызды жүргіздік. Компьютердің негізгі дағдыларын қолдана білу, негізгі бағдарламаларды қолдана білу, Word, Excel, сонымен қатар үйден шықпай-ақ коммуналды қызметтерді төлеу, кез келген бағыттар бойынша ЖД билеттер сатып алу, және де электрондық цифрлық қолтаңбаның қолдану мүмкіндіктерін көрсету. Қазіргі таңда кең қолданыста жүрген МГОП сайты арқылы біздің қатысушыларымыз өздеріне қажетті справкаларын алу процесін үйренді. Міне бізде жаңағы адресный справка алдық. Біздің оқыту жұмысшылар өзіне қажетті справканы соңға бармай-ақ телефонына жүктеп алды. Жалпы осы жас проект әлеуметтік жобасының талабы бойынша біздердің көмек көрсететін адамдарымыздың жалпы саны 60 адамды құрайды, яғни айына 12 адам. Бұл жерде тек қана 12 адаммен қамтылады деп айтылмайды, өйткені бұрында оқып кеткен адамдарымызда сұрақтары болған кезде бізге келіп, өздерінің жаңағы білмегендерін келіп сұрап, білімдерін жаңағы арттыруда. Жалпы енді жобаның аяқталуына жаңағы 3 ай қалды. Қараша айының соңғы күнінде біздің жоба шартты түрде аяқталады. Алдағы уақытта біздер өзіміздің қызметімізді цифрлық көмек көрсету орталығы ретінде жалғастырамыз деген ойдамыз.